Баршаңызға сәлем. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бүгін біз қарапайым өзіміздің оливье салатымызды жасайтын боламыз. Барлығыңызға рецепті таңсық емес, но бірақ та мен өзімнің вариантымды жасап көрсетейін деп шештім. Және де ол менің өзімнің вариантым өте оп-оңай. Жаңағыдай қылып суға пісіріп алғаннан кейін барлық заттарды, оның ішіне картошка, сәбіз, огурцы, свежий огурцы, соленый огурцы, жұмыртқа, қаласаңыздар ет немесе колбаса, сосиска, әртүрлі нәрсе қосуға болады. Барлығын осылай пісіріп алғаннан кейін кубиктап турап, картошканы, сәбізді, жұмыртқаны, одан кейін колбасаны және де соленый огурцыды бәрін кубиктап турап алып, ыдысқа салып алдым барлығын. Және де зеленый горохты салдым. Зеленый горох ұнатпайтындарға не обязательно салмасаңыздар да болады, но бірақ біздің үйдегілер зеленый горох жасағанды жақсы жейміз, сондықтан соны салып жасап жатырмын. Праздничный салат десек те болады. Әрбір жаңа жылда әр үйдің дастарханнан табылатын салат өте қарапайым жолмен жасалады. Майонезбен араластырып, міне осындай салат жасадым. Тез арада шайға асығып тұрған кезде үстіп жасай қоюға болады. Мінекей осындай менде әдемі салат шықты. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.